Ассалаумағалейкум Нұрқаділ бауырым, қалай аман есенсің ба? Денсаулығың қалай, болашағың аман есен ба? Мен саған бір көмегім болсын, мынаны сатып сыңа салсаң болады. Мына алтын қоңызды алам деушілер, бауырлар, еркектің екінші жүрегі ол. Ол ұлы сөздің ұяттығы жоқ. Мен жасым 50-ге келді, міне. Мен высотник, жаңағы биік жерлерде жұмыс істеймін. Үнемі отырамын, темірде отырамын, ағашта отырамын, ыстықта, суықта деген сияқты. Содан менде осы проблема уже шегіне жеткен соң осы Нұрқатыл бауырмен хабарласып алғанмын. Аллаға шүкір 100%. Шипа Алладан, бірақ осы алтын қолың себепкер болып, мына бауырым себепкер болып, қазір Аллаға шүкір. Оның алдында мен талай емделгенмін, ешқандай нәтиже бермеді. Осы алтын қоңыздан соң Аллаға шүкір қазір жақсы сезінемін өзімді. Ұлы сөздің ұяттығы жоқ. Төсекте де жақсы. Сөздің қысқасы, денсаулық керек болса алып ішіңіздер. Еркек атаулыға, еркек қауымға ол керек. Өйткені әр жерге барып емделгеннен гөрі осымен бір-ақ рет емделген артық. Мен өзім көзім жетті, енді алдында сенбей жүрген болған. Бірақ нар тәуекел еткен жеңіске жетеді иншалла. Тәуекел етіп осыны қолданып, міне емделіп шықтым, Аллаға шүкір. Алыңыздар. Ана өлімді ауыр әшкерлейді дей ма? Ұялатын еш нәрсесі жоқ, емделу керек. Болмайды ол жігіттер. Алып ішіңіздер осыдан.